Құрметті тыңдарман, каналыма жазылып, қолдап қойыңыз. Адырлы даланың шана шиырылып тастаған сан тарау жолымен аттылы әйел Ардақ келеді. Әлгінде әрі әйелдердің сөзіне ызаланып, әрі кеудесін ерекше бір желік билеп шығуын шыққанмен, тыныштық күзетшісі шиырылап тастаған жолды көріп, көп ұзамай оның да келетінін сезіп, жүрегіне қорқыныш үйіріле бастады. Бірақ шегінерге жол жоқ. Не де болса тәуекел. Сәлден соң демесінде көрініп, бірте-бірте жақындай берді. Демесін өзімен өзі сөйлеп келеді. Ал жануар тезірек. Ауылдың ана жағы иесіз қалды. Шу жануар, шу. Ол жақындаған кезде Ардақ жасқана тіл қатты. Сәлеметсіз бе? Деді ол. Сәлеметсіз бе деймін. Демесін оған бұрылып та қарамады. Саламатсыз ба? Деді Ардақ даусын көтеріп. Сол кезде барып демесін. Бұ кім? Деп жан-жағына жау келгенде жалт қарады. Менмін ғой, танымай тұрсың ба? Демесін шанасына түсіп, оған ұзақ уақыт тесіле қарады. Түн ішіне неғып жүрген адамсың? Жұмысыңыз құтты болсын, соны айтайын деп. Немене? Сізге еңбек күн жазатын болдық. Анау атты қайда алып бара жатырсың? Атты? Қайдасы қалай? Өзім мініп келдім, ат өзімдікі. Тапқан екенсің ақымақты. Ұрының бәрі мал өзімдікі дейді. Ал ат сенікі емес, колхоздікі. Мен оны байлап қоям. Демесін шылбырын жинап, атты шанаға байлай бастады. Жолдас, мұныңыз не? Мен соғысқа кеткен қызыл әскердің әйелімін. Мені жәбірлегеніңіз үшін жауап бересіз. Жақындама, артыңнан адам іздеп келгенше осылай қимылсыз тұрасың. Іздеп келмесе, таң атқанша қимылдамайсың. Қит етсең бітті, атамда салам. Ардақ тұмшалап киген тонының жағасын түсіріп бетін ашты. Әй демесін, деді ол енді бұйыра сөйлеп. Байлама атты, өзіме бер. Мен ауыл совет председателімін, білдің бе? Демесін оған жалт бұрылып бетіне үңіле қарады. Тонға тұмшаланған адамның Ардақ екенін енді таныса керек. Еңкейген кеудесін жоғары көтеріп, абдырап тұрып қалды. Иә, сен ұры емессің, деді ол бет алды күбірлеп. Жүре бер, бірден танымай қалғаныма кешірім сұраймын. Өзің де бетіңді тұмшалап алыпсың. Жүре бер. Менің атым қайда? Демесін Ардақтың қолын ұстады. Қатып қалыпсың ғой, қазір. Ол жалма-жан үстіндегі тонын шешіп, Ардақтың үстіне жапты. Рахмет, өзіңізше. Сіз тоңып қаласыз ғой, мен тоңбаймын. Маған аязы жоламайды. Айтпақшы, сен түнделетіп неғып жүрсің? Сенің еңбек кітапшаңды тапсырайын деп. Ол есімнен шығып кетіпті ғой. Ол не қылған кітапша? Айтпақшы, біз сізді колхозға мүше етіп қабылдадық. Міне, мынау сенің еңбек кітапшаң, деді ол, бірде сен, бірде сіз деп. Еңбек кітапшасы дегенді демесінің алғаш көріп тұрғаны болар. Ол бір жапырақ қағазға ұзақ қарады. Ерекше толқып, кітапшаны кеудесіне басты. Сонан соң Ардақтың алдында сымдай тартылып. Тыныштық құрбаны болуға әр қашан дайынмын, деп саңқ етті. Бұдан соң не істерін білмей, демесін маңдайына апарған қолын түсірді де, жансыз адамдай қатты да қалды. Ардаққа қадалған бойы ол ұзақ тұрды. Рахмет саған, деді сәлден соң сыбырлап. Сөйтті де, күректе алақанмен оның шашын сипады. Ауылдың арғы жағы иесіз қалды, деді демесін кенет есін жиғандай. Мен сол жаққа барайын, ал кездескенше сау бол. Осыны айтты да, ол шанасына отырып жүріп кетті. Өң мен түстің арасында Ардақ та қимылсыз тұрып қалды. Ауыл шетіндегі ойпанға орналасқан демесінің құрқылтайдың ұясындай кішкене үйіне қараңғылық ерте түседі. Сондықтан болар, қырдағы ауыл әлі жап-жарық боп тұрса, мұнда қара көлеңке. Бір бұрышта аласа ағаш төсек, іргедегі мор ошақтың қасында тозығы жеткен аса қажетті ыдыс аяқтар ғана көрінеді. Мор ошақта лаулап от жанып тұр. Демесін оқ жасап жатыр. Пеш үстіндегі қалайы кружкадағы ерген қорғасынды ол алдын ала дайындап қойған қамыс түтікшелеріне құяды да, ол суыған соң түтікшелерді жарып, ішінен жылтыраған қорғасындарды алады.
Сонан соң оны тақтайға қойып, балғамен ұрып, пышақпен турай бастайды. Кесілген қорғасындарды табаға салып, екінші табамен оны айналдыруға, яғни оқты домалақтауға кіріседі. Ол домалақтанған оқты пеш түбінде тұрған дорбаға салмақ боп, оның аузын ашты да, салмас бұрын күбірлеп оқтарды санай бастады. 1, 2, 3, 4, 10, 14, 18, 20, 24, 33, 39, 42, 45, 48, 54, 59, 65, 72, 78, 85, 96, 115, 120. 120 оқ, 120. Дорбадағы оқ 17.700, мұнда 120. 17.700-ге 120. 17.700-ге 120-ны қосқанда 18.000. Жоқ, 700-ге 120. Ол бұл сандарды бір-біріне қоса алмай көп әуреге түсті. Жарайды, ертең біреуге қостырып алармын. Дорбадағы оқтарды алақанына салып, тағы да өз-өзіне сөйлей жөнелді. Пәшес біткен көп болса 10.000, әрі кетсе 15.000 шығар. Ал менде 17.000 оқ бар, 17.000. Бәрін жайратып салуға жетеді. Тіпті артылып қалғалы тұр. Ал қалғанын не істеймін? Оны құр бекер аспанға атуға болмайды. Таптым. Пәшестерді қырып болған соң, мен оны сақтап қоямын. Егер олар бас көтере қалса, оларға дорбамды көрсетіп айғай салам. Ей, оңбаған қаншерлер, мына дорбаны көрдіңдер ме? Мұның ішінде сендер тамсанып соратын кәмпит жатқан жоқ. Мұның ішінде сендердің жандарыңды жаһанамға жіберетін оқ жатыр. Енді бастарыңды көтеретін болсаңдар, жақсылық күтпеңдер. Біріңді қалдырмастан жайратып саламын, деп ішіндегі оқты салдырлатсам, бәлем, өздері де кірген іннен қайтып шықпайтын шығар. Күн батып барады екен, жиналайын. 17.700, оған қосу керек 120. Ол аулаға шыққанда қолдарында қапшықтары бар екі әйел, Мәнсия мен Шәмсия өтіп бара жатыр екен. Демесін оларды көріп, алдарынан жүгіріп шыққан сол екен, екі әйел қаптарын тастай қашты. Ей, тоқта, мен сендерге тимеймін, тоқта, деді Демесін айғайлай. Олар тоқтар болмаған соң, Демесін әйелдерді қуып жетіп, алдын кескестеді. Екі әйелдің екеуі де қолға түскен көжектей, бір-біріне тығылып, дір-дір етіп тұр. Демесін кеп біреуінің қолынан ұстап еді, анау баж жете қалды. Ойбай, жолама. Қайда барасыңдар? Отын іздеп барамыз, пунктке жағуға, деуге ғана шамасы келді Шәмсияның. 17.700-ге 120-ны қосқанда қанша болады? Соны айтсаңдар, отын берем. Білмеймін. Неге білмейсің? Неге білмейтінімді де білмеймін. Білесің, ойлан. Жоқ, ойлан алмаймын. Әй Шәмсия-ау, мынаған сен бірдеңе десеңші. Ол не деп тұр? Бірдеңені бірдеңеге қос дейді. Қаншаны қаншаға қосу керек дейді. 17.700-ге 120-ны. Ертең қосып келейік, деді ол Демесінге. Жарайды, деді Демесін, олардың тым қорқып тұрғанын көріп. Ертең айтасыңдар, бара беріңдер. Жоқ, тұра тұрыңдар, мен қазір келем. Екі әйел жансыз адамдай сілейіп тұрды да қалды. Демесін олардың қабын алып, там айналып кетті. Оңаша қалған соң екі әйел тілге келді. Әй, сонша неге қорықтыға? Осы байғұстан жұрт бекер қорқып жүрау деймін. Бізді оп-оңай босата салды ғой, деді Шәмсия. Ой, құрыған жеріміз осы екен деп ем. Қаншаға қаншаны қосу деді? 17.700-ге 120-ны ма? Ой, астапыралла, адам қорыққанда өз атында ұмытып қалады деген осы екен-ау. 17.700-ге 120-ны қосқанда 17.820 болмай ма? Япырая, оп-оңай екен-ау. Әй, тоқта, деді Демесін үй артынан айғайлап. Иә, қостық, деді Шәмсия. 17.820. Демесін екі қапқа отын салып, оларға алып келді де, гүрс еткізіп екі әйелдің алдына тастады. Міне, екі қап жарылған ағаш, арқалап кетіңдер.
Ал әлгі сандарыңды кім қосты? Мына Шәмсия, деді Мәнсия құрбысын алға итеріп. Жарайсың, басың істейді, деді Демесін оның арқасын қағып. Сөйтті де оны кенет құшақтап алып, шыңғыртып тұрып сүйіп алды. Мәнсия бұл көріністен қорқып, зәресі қалмай көмек сұрап шарқ ұрды. Сол кезде ол Шәмсия мен Демесінің үнсіз қалғанын көріп тұра қалды. Ол екеуі әлі сүйісіп тұр. Шәмсия Демесінің мойнынан құшақтап алған. Тіпті Демесін босанғысы кеп сілкінсе де, оның түсетін түрі жоқ. Вот Дон Жуан, деді Мәнсия, бұл сөздің терең мағынасын білмесе де. Өткен жолы Ардақтың шашынан сипап еді. Бүгін Шәмсиямен сүйісіп тұрғанын қарай көре мұның. Екеуі бірін-бірі босатып, Демесін не істерге білмей тұрып қалды. Мен қазір, деді Демесін абдырап. Сөйтті де жүгіре басып, там айналып кетті. Өткен жолы Демесін туралы айтқанымда маңайлатпай қойып едің, ақыры сүйісіп тыңдыңдар ғой, ә? Деді Мәнсия. Қолы темірдей бұлқынсам да босана алмадым, деп ақтала жауап қатты Шәмсия. Иә, жүдә, қатты бұлқынып едің. Екеуіңді оңаша қалдырсам қайтеді? Ойбай, бет аулақ. Айтпақшы, оған әлгі сандарды қосу неге керек болды екен? Білсем, Құдай ұрсын, сұрап көрейікші. Сен сұрашы. Мені емес, сені сүйді ғой, өзің сұра. Әй Демесін, әлгі сандардың саған, сізге керегі не? Деді Шәмсия жасқана сұрап. Онда шаруаларың болмасын, соғыс құпиясын білгілерің келді ғой, ә? Деді Демесін ақырып. Жоғалыңдар тез, ой жынды қатындар. Екі әйел алды арттарына қарамай тайып отырды. Демесін олардың баладай қорыққандарына қарқылдап тұрып күліп алды. Екі әйел ізім қайым жоқ болған соң Демесін жолға шығуға дайындалды. Кенет оқыс дауыс естілді. Ей есалаң, деді бір құпия дауыс. Дауыстың қайдан шыққанын білмеген Демесін селт ете түсті. О кім? Кім келген? Кім деймін? Деді ол жан жағына алақтай қарап. Осы кезде тарс ет мылтық атылды. Демесін кеудесін басып теңселіп тұрып қалды. Сәл бойын түзеп мылтығына жармасты. Пәшист, пәшист! Сырттан шаба жөнелген ат тұяғының дүбірі естілді. Ол жерге қолын тіреп қайта түрегелді. Маған оқ атты, маған, тыныштыққа, тыныштық күзетшісіне. Не үшін? Не үшін? Менің жазығым не? Жазығым не? Демесін тәлтіректеп барып құлап түсті. Мылтық дауысын естіген ел жиналып қалды. Шана үстіне мылтығына сүйеніп, өлі тірісі белгісіз Демесін сілейіп тұр екен. Ормантай жайлап келіп оның қолынан мылтығын алып еді. Мылтығынан босаған Демесін соңғы рет бой жазып алды да шанасына гүрс етіп құлап түсті. Жиналған жұрт оны қоршап алды. Топ ішінен оған Ардақ жақындады. Ол Демесіннің шашын сипады. Сонан соң басындағы ақ жаулығын алып, оның бетін жауып қойды. Жүзінде аяушылық пен жанашу, әрі толқу бар. Біздің кішкентай ауылдан шыққан тағы бір құрбандық, деді Ардақ көзіне жас алып. Қош, бейшара Демесін. Иә, соғыс құрбандық таңдамайды, деді Ормантайда дауысы дірілдеп. Үшінші күні Демесіннің сүйегі қырбасындағы ескі қорымға жерленді. Оны жерлеген кезде ауылда бірде-бір тірі жан қалмай, бәрі мола басына жиналды. Сөйтіп, шағын ауылдың тыныштығын ойлап, сол ауылдың мазасын алған, сол ауылды жамандық атаулыдан қорғаймын деп аласұрған Демесін, сол мақсат жолында мерт болды. Ел алдында парызымды өтедім деп ойлады ма, ойламады ма, кім білсін. Әйтеуір жан тапсырар алдында соғысты өлтіріп болып үйленермін деп едім. Мақсатыма жете алмадым. Қайтейін, қош болыңдар депті де атының тізгінін босатыпты. Қияндағы қазақ ауылы кешегі соғысқа осылай қатысты. Азаттық үшін 20 миллион адам өмірін құрбан етсе, Делқұлы Демесін сол санға кірмей қалған көп бейбақтың бірі. Демесінді ақ жауып, арулап қойып жатқанда жыламаған адам қалмады. Ол кеткен соң ауыл үстінің қорқынышты да тылсым тыныштық басты. Әңгіменің соңы.